Үшінші дәріс. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар эволюциясы. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші. Ақпараттық қоғамның қалыптасу тарихы. Екінші. Білімді ақпараттандыру адамның іс-әрекеті ретінде. Ақпараттық технологиялардың белгісі ретінде олардың көмегімен ақпаратты өңдеу жүргізілетін құралдары, технология құралдары таңдаса, онда оны дамытудың мынадай кезеңдерін бөліп көрсетуге жол беріледі. Бірінші кезең 19 ғасырдың екінші жартысына дейін. Қолмен ақпараттық технология, оның құралдары, қалам, сия, кітап, байланыс хаттар, хабарламалар және тағы да басқа пошта арқылы жіберу арқылы жүзеге асырылды. Екінші кезең 19 ғасырдың аяғынан бастап, поштаны жеткізудің жетілдірілген әдістерімен жабдықталған механикалық технология, оның құралдары, жазу машинкасы, телефон, диктофон. Технологияның басты міндеті ақпаратты қажетті түрде заманауи ыңғайлы құралдармен ұсыну. Үшінші кезең 20 ғасырдың 40-60 жылдары аралығында. Электрлік технология, оның құрал-саймандары, үлкен электр есептеуіш машиналары және тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету электр жазу машинкалары, ксерокс, портативті диктофондар болды. Ақпараттық технологияның негізгі міндеті ақпаратты ұсыну формасынан оның мазмұнын қалыптастыруға ауыса бастайды. Төртінші кезең 70 жылдардың басынан бастап. Электронды технология оның негізгі құралдары үлкен компьютерлер және олардың негізінде құрылған автоматтандырылған басқару жүйелері және ақпараттық іздеу жүйелері, негізгі және мамандандырылған бағдарламалық кешендердің кең спектрімен жабдықталған. Бесінші кезең 80 жылдардың ортасынан бастап. Компьютерлік технология оның негізгі құралы әр түрлі мәндегі стандартты бағдарламалық өнімдердің кең ауқымы бар дербес компьютер болып табылады. Бұл кезеңде автоматты басқару жүйелерін жекелендіру процесі жүреді. Ол белгілі бір мамандардың шешімін қабылдау жүйесін құруда көрінеді. Алтыншы кезең қазіргі уақытта қалыптасу кезеңдегі желілік технология, кейде ол компьютерлік технологиялардың бөлігі болып саналады. Кезең ғаламдық және жергілікті компьютерлік желілердің әртүрлі салаларында кеңінен қолданыла бастады. Ол жақын арада оның негізгі ғаламдық компьютерлік интернеттің танымалдылығына байланысты қарқынды өсуді болжайды. Компьютер электронды мұғалім ретінде қызмет еткен алғашқы бағдарламалар 1970 жылдары пайда болды. Маман бастаушының қателіктерін түзетіп түсіндіруі керек еді. Неғұрлым күрделі жүйелердің пайда болуымен компьютер білімді ұсыну функцияларын орындай бастады. 1980 жылдардың басында сараптамалық жүйелер пайда болды. Сараптамалық жүйелерді дамытудағы негізгі қиындық адамның ойлау тәсілін дәл модульдеудің мүмкін еместігі болды. Осы себепті ойлау машиналарының 5-ші буыны тиісті дамуды ала алмады, қарапайым мәселелерді шешудің шектеулі мысалдарын қоспағанда. Зияткерлік оқыту жүйелері, зияткерлік модульдеу жүйелері және міндеттерді шешу 1990 жылдардың басында белсенді дами бастады. 1990 жылдардың ортасында гипермәтіндік, мультимедиалық және гипермедиалық құралдар пайда болды. Ақпараттың негізгі тасымалдаушылары CD-ROM және DVD болды. Интернет белсенді дами бастады. 2000 жылдан бастап интерактивті 3 өлшемді модульдеу жүйелері қарқынды дамып келеді. Компьютерлік модульдеу және модульдеу технологиялары жеделдетілген 3 өлшемді визуализациямен бірге экранда қозғалысты нақты көрсетуге және виртуалды шындықта пайдаланушының қатысу әсерін жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманға ақпараттық технологиялардың білім беру процесіне үлкен әсерін ескере отырып, көптеген мұғалімдер олардың өздерінің әдістемелік жүйесіне қосуға дайын. Алайда мектептегі білім беруді ақпараттандыру процесі бірден мүмкін емес. Кез келген реформаға сәйкес, ол біртіндеп және үздіксіз жүреді. Білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасына осы процестің бірнеше кезеңдері сипатталған. Бірінші кезең келесі белгілермен сипатталады. Ақпараттық және бірінші кезекте компьютерлерді жаппай енгізудің басталуы. Оқыту процесін қарқындату үшін компьютерлік технологияның педагогикалық игеру бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілуде.
Қоғамдық ақпараттандыру процестерінің мәні мен қажеттілігін түсіну жолымен жүреді. Базалық дайындық жүріп жатыр, үздіксіз білім беру біліктілігі. Екінші кезең келесі белгілермен сипатталады. Тиімді білім беретін оқу пәндерін белсенді меңгеру. Педагогтардың компьютерлік техниканы жаңа ақпараттық пайдалануды меңгеруі. Педагогтарды белсенді дамыту және игеруді бастау және оқу әдістемелік қамтамасыз ету. Оқу тәрбие жұмысының мазмұнын, дәстүрлі нысандары мен әдістерін қайта қарау проблемасын белгілеу. Үшінші кезең келесі белгілермен сипатталады. Оқытуда заманауи ақпараттық технология құралдарын кеңінен қолдану. Оны ақпараттандырудың негізінде білім мазмұнын қайта құру. Оқытудың әдістемелік негізін ауыстыру және әрбір педагогтың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың тиісті құралдарымен қолданылатын оқытудың кең ауқымды әдістері мен ұйымдастырушылық нысандарын меңгеруі. Компьютерлік технологияларды практикалық іске асыру және ақпараттандырудың келесі кезеңдеріне көшу компьютерлік бағдарламаларды құру үшін жеке пәндердің мазмұнын таңдаумен байланысты. Бағдарламалық қамтамасыз ету қолданыстағы оқу жоспарын көрсетуі және мектептің оқу жоспарымен уақытында ұштасуы тиіс. Осылайша бұл жағдайда жетекші ғылыми әдістемелік проблемалардың бірі қазіргі заманғы оқу ақпараттық технологияларын жобалау әдіснамасын құру болып табылады. Білімді ақпараттандыру адамның іс-әрекеті ретінде. Қоғамда ақпараттандырудың тарихи үдерісі өз заманында пайда болған жаңа технологиялардың пайда болуына байланысты ақпараттық революциялар тізбегі арқылы дәл сипатталады. Ақпараттық революция қоныстанушы халықтың белсенді бөлігі үшін ашық ақпараттар ауқымының артуына әкеп тірейтін ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және таратудың тәсілдері мен аспаптарының өзгеруінен тұрады. Бірінші ақпараттық революция тіл мен адамның анық сөйлеуінің пайда болуынан тұрады. Екінші ақпараттық революция жазудың ойлап табылуына байланысты. Ойлап табу адамзат қоғамы жинақтаған ақпаратты сақтауды ғана қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар оның шынайылығын арттырып, ақпарат таратуға бұрынғыдан да кең жағдай жасайды. Үшінші ақпараттық революция 15 ғасырда ақпараттық технологиялардың алғашқыларының бірі болып саналатын кітап басып шығаруды ойлап табудан туындаған. Бұқаралық ақпараттың газеттер мен журналдар сияқты баспа құралдарының пайда болуы мен дамуы осы үшінші ақпараттық революцияның нәтижесі. Төртінші ақпараттық революция 19 ғасырда басталады. Ол кезде ақпаратты жіберу мен таратудың телеграф, телефон, радио және теледидар сияқты құралдары ойлап табылды. Бесінші ақпараттық революция адамзат есептеу техникасын белсенді пайдалана бастаған кезі 20 ғасырдың ортасына өтті. Бүгінде біз ауқымды телекоммуникациялық компьютерлік желілердің пайда болуы және олардың мультимедиа технологиялары мен виртуалды шындықпен интегралдануына байланысты 6-шы ақпараттық революцияның куәсі болып отырмыз. Ақпараттандыру үдерісінің бар екендігі туралы айтуға болатындай, ақпарат пен ақпараттық технологиялар көз алдымызда дамуда әрі тарауда. Ақпараттандыру қоғам өмірінің барлық салаларына революциялық әсер жасай отырып, адамдардың өмір сүруі мен қызмет ету жағдайларын, олардың мәдениетін, жүріс-тұрысын, ойлау жүйесін түбегейлі өзгертуде. Ақпараттық технологиялар саласындағы айқын прогресс ғылыми және ғылыми көпшілік басылымдарда ақпараттық қоғам атауының пайда болуына әкелді. Кейбір ғалымдар ақпараттық қоғам деп ондағы өндірістің басты өнімі мағлұматтар, білім болып табылатын қоғамда түсінеді. Ақпараттық қоғам статусын қоғамға беру өлшемі ретінде адамзат жинақтаған мағлұматтар саны сияқты көрсеткішті пайдаланудың жөні бар. Себебі кейбір бағалаулар бойынша біздің эрамыздың басынан бері адамзат жинақталған мағлұматтардың бірінші 2 еселенуі 1750 жылға, екіншісі 20 ғасырдың басына, үшіншісі 1950 жылға тамам болған. 1950 жылдан бастап әлемдегі білімнің жалпы көлемі әр 10 жылда 1970 жылдан бастап әр 5 жылда 2 еселенсе, ал 1991 жылдан бастап әр жылда 2 еселенді. Бұл бүгінде күнде әлемдегі білім
білім көлемінің 250 мың реттен аса артқанын білдіреді. Ақпараттық қоғамның қалыптасу тарихы ақпараттандыруға байланысты адам қызметінің жаңа түрлерінің туындауы мен даму тарихын қамтиды. Соңғы жылдары қоғамда компьютерлік техника мен ақпаратты өңдеу үдерістері, операторлар, программистер, жүйелі аналитиктер, жобалаушылар және тағы да басқа бойынша, сонымен қоса консультациялық ғылыми ақпараттық тағы соған ұқсас қызметтер көрсетуге байланысты адамдардың арнайы кәсіби топтары пайда болды. Әлбетте, жаңа ғылыми, жаңа кәсіби бағыттардың пайда болуы кадрлар дайындаудың арнайы қоғамдық сәйкес ақпараттандыру кезеңінің шынайылығына оқытудың мазмұны ғана емес, сонымен қатар әдістері мен құралдары да сай болуы тиіс жүйесін талап етеді. Қоғамды және оның барлық салаларын, соның біріне жататын білімді ақпараттандыру мәселелеріне мемлекет аса көңіл бөлуде. Қоғамда ақпараттандыруды дамыту үдерісіне жүйелі мемлекеттік тұрғыдан келудің қажеттігі өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында көрініс ала бастаған болатын. Мысалы, 1990 жылы қоғамда ақпараттандыру тұжырымдамасы жасалып қабылданды. Ал ақпараттандыру ұғымы компьютерлендіру ұғымын біртіндеп ығыстыра отырып, ғылыми, сол сияқты қоғамдық саяси терминологияда кеңінен пайдалана бастады. Ақпараттандыру ұғымының біршама кеңірек анықтамасын академик Ершов өз жарияламында берді. Ол ақпараттандыру адамзат қызметінің барлық қоғамдық елеулі түрлеріндегі шынайы, жеткілікті және уақытылы білімді толық пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені деп жазды. Оның үстіне Ершов ақпарат қоғамның басты табысты даму қабілеттілігіне көп жағынан алғышарт жасайтын, тұтас алғанда оның стратегиялық ресурсы болып табылатындығын атап өтті. ЮНЕСКО-ның ұйғарымы бойынша да ақпараттандыру бұл мағлұматтардың, білімнің барын жүйеге келтіріп, жаңасын қалыптастыруды, сонымен қоса оларды қоғамдық, ағымдық басқару және ары қарай жетілдіру мен дамыту үшін пайдалануды қамтамасыз ететін ақпаратты жинақтау, сақтау мен тазарту әдістері мен жолдарын кең көлемде қолдану. Әрине, бір жағынан осы айтылған екі анықтама бір-біріне қарама-қайшы емес, ал басқа жағынан адамзат қызметінің бір саласы болып табылатын білім саласын ақпараттандыруды да анықтайды. Сонымен білім ақпараттандыру ұғымын осы екі анықтаманың ыңғайластыру арқылы енгізуге болады. Тарихи тұрғыдан білімді ақпараттандыру екі негізгі бағытта, басқарылатын және басқарылмайтын бағытта жүзеге асырылады. Басқарылатын білімді ақпараттандыру ұйымдастырылған үдеріс сипаты болып, материалдық ресурстармен сүйемелденеді. Оның негізін көпшілікпен мойындатып негізделген тұжырымдар мен программалар құрайды. Басқарылмайтын білімді ақпараттандыру білім жүйесінің қызметкерлерінің бастамасымен жүзеге асырылып, білім қызметінің және пәндік облыстарының ең көкейкесті салаларын қамтиды. Білімді ақпараттандыру құралдары деп аталатын арнайы жасалынған компьютерлік ақпараттық және программалық құралдарды қолданусыз іс жүзінде мүмкін емес. Білімді ақпараттандыру құралдары мен компьютерлік ақпараттық және программалық жабдықтарды, сонымен қоса білімді ақпараттандыру мақсаттарына жету үшін пайдаланылатын, олардың мазмұндық толықтамасын айтады. Тек қана білімді ақпараттандыру құралдарын пайдалану, ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды білім беру саласында толыққанды қолдану үшін жеткіліксіз. Іс жүзінде мұндай құралдар білімді ақпараттандырудың идеологиялық негізімен, сонымен қоса ақпараттандыру мақсатына жету үшін қатысулары қажетті әртүрлі білімдер саласы мамандарының қызметімен міндетті түрде толықтырылуы тиіс. Білімді ақпараттандырудың тағы бір бағыты білімді ақпараттандыру технологиялары мен құралдарын жасау мен қолдану бойынша мамандандырылған мамандар дайындау болып табылады. Осылардан басқа, білімді ақпараттандыруға тағы күндізгі және қашықтықтан оқытуда ақпараттандыру құралдарын пайдалану әдістерін, виртуалды оқу орындары қызметтерінің ерекшеліктерін, мектеп пен жоғары оқу орындарының ата-аналарымен, жұртшылықпен әрекеттестігіне ақпараттық технологияларды қолдану мәселелерін, сол сияқты басқа да көптеген мәселелерді жатқызуға болады.